8-ші сот төрелігі, прокуратура, құқық қорғау тетіктегі деген бөлімге, сот билігіне, прокуратура органдарына, адам құқықтары жөніндегі уәкілге, адвокаттарға және заң көмегін көрсететін өзге тұлғаларға қатысты ережелер енді. Сот ісін жүргізу нысандарының қатары артты. Сот төрелігінің конституциялық қағидаттары күшейтілді. Судьялардың тәуелсіздігі нығайды. Сот жүйесінің кадр мәселелері шешілді. Адвокатураның құқықтық мәртебесі Конституция алғаш рет бекітілді. 9-ші бөлім. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару мәселелерін арналады. Құрылтайға көшуге және елімізде жүргізіліп жатқан әкімшілік реформаға сәйкес оның да бірқатар ережелері қайта қаралып тұжырымдалды. 10-шы бөлім Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібіне арналады. Республика президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға кез келген түзету тек референдум арқылы енгізілуі қажеттілігіне назар аударды. Осы орайда жобада ата заңға түзетулер енгізу президенттің шешімі бойынша тек жалпы халықтық референдум арқылы жүзеге асуы мүмкін деп бекітілді. Парламент арқылы түзетулер енгізу мүмкіндігі алынып тасталды. Бұл мәселе бойынша жалпы халықтық референдум өткізу туралы президентке ұсыныс енгізетін субъектілердің қатарына қосымша Қазақстан халық кеңесін қосуды көздейтін норма қарастырылды.